Әкемміч лақап атымен танымал әнші Айдос Нұрмұхамедов. Ол 2001 жылы 15 наурызда Шымкент қаласында дүниеге келген. Қазіргі уақытта 24 жаста. Әлеуметтік желілерде белсенді, әсіресе Instagram'да, онда ол музыкалық шығармаларын және жеке өмірінен сәттерді бөліседі. Айдос өзінің музыкалық мансабын әлеуметтік медиа платформаларында дамытып, тыңдармандармен тығыз байланыс орнатқан. Оның шығармашылығы жастар арасында танымалдыққа ие болып, көптеген тыңдармандардың көңілінен шықты. Егер сізге Айдос Нұрмұхамедовтың шығармашылығы немесе өмірі туралы қосымша ақпарат қажет болса, мен сізге көмектесуге дайынмын. Әкеміч белгілі қазақ орындаушы топ. Әкеміт өмірбаянын және мансабымен жеке өмірінің қызықты деректерін табыңыз. Әкеміт бойы, шын аты, қарым-қатынасы және балалары туралы толық ақпаратты табыңыз. Wiki, Facebook, Instagram және әлеуметтік желілер. Әкеміч бой, жас, зодиак, өмірбаян және шын аты. Ол әлеуметтік желілер арқылы халыққа әртүрлі көмек көрсету акцияларына қатысты ақпарат таратып, жанкүйерлерін қолдауға шақырған. Мысалы, ол өз әлеуметтік медиа парақшаларында халықтың қиыншылықтарына назар аудару мақсатында ақпараттық науқандарды ұйымдастыруда көмектескен екен. Оның жеке шығармашылығы арқылы да адамдардың көңіл күйін көтеруге, өмірге оң көзқараспен қарауға үлес қосқаны айтылады. Мысалы, белгілі бір акцияда ол келесі санаттағы көмектерді ұйымдастырған. 20 000 теңгеден астам қаржы жұмсалған. 12 адамға көмек көрсетілген. 3500 адамға жеткен акцияларға қатысты ақпарат таралған. Әкеміч лақап атымен танымал Айдос Нұрмұхамедовтың әндері жастар арасында кеңінен танымал. Оның шығармашылығындағы кейбір танымал әндер. Хаттарым бұл әнді ол Бама есімді орындаушымен бірге орындаған. Қара көзім Бамамен бірге орындалған тағы бір танымал ән. Сормаңдай бұл әнде сүйіктісінен айырылған адамның сезімдері баяндалады. Соңғы рет Әміні Әсімшенмен бірге орындалған бұл ән махаббаттың соңғы сәттерін сипаттайды. Ұмыттың ба, Тура есімді орындаушымен бірге жазылған бұл әнде өткен махаббат туралы айтылады. Сүйе тұра Бамамен бірге орындалған бұл әнде сүйіспеншілікпен қоштасу туралы баяндалады. Айдос Нұрмұхамедовтың әндері көбінесе махаббат, сезім және өмірлік тәжірибелер туралы. Оның шығармашылығы тыңдармандар арасында үлкен сұранысқа ие. Шағала бұл әнде өмірдің өткінші сәттері мен сезімдері сипатталады. Мен сені жақсы көрем Бамамен бірге орындалған бұл ән махаббаттың мәні туралы баяндайды. Қайтадан бастама Бамамен бірге орындалған бұл әнде жаңа бастамалар мен өмірлік өзгерістер туралы айтылады. Мазаламайын Бамамен бірге орындалған бұл әнде өткенді еске алу және сезімдер туралы баяндалады. Түсінбедің бұл әнде түсініспеушілік пен қарым-қатынастағы қиындықтар туралы айтылады. Лайри Бамамен бірге орындалған бұл әнде сүйікті адамға деген сезімдер сипатталады. Нейджкерк Даман есімді орындаушымен бірге жазылған бұл әнде өмірдің мәні мен сұрақтары туралы баяндалады. Жаралама Бамамен бірге орындалған бұл әнде жүрек жарасы мен сезімдер туралы айтылады. Қарасында Хәдиер есімді орындаушымен бірге жазылған бұл әнде суық мезгілдегі сезімдер мен ойлар сипатталады. Не оттам Залаты есімді орындаушымен бірге орындалған бұл әнде сүйікті адамды жоғалтпау туралы баяндалады. Бұл әндерді түрлі музыкалық платформалардан тыңдауға және жүктеуге болады. Айдос Нұрмұхамедовтың шығармашылығы тыңдармандар арасында үлкен сұранысқа ие. Әкеміт яғни Айдос Нұрмұхамедовтың ең танымал әндерінің бірі Хаттарым. Бұл әнді ол Бама есімді орындаушымен бірге орындаған. Әннің ресми лирикалық бейнебаяны YouTube платформасында жарияланған. Сонымен қатар, бұл ән Яндекс Музыкада да ең танымал тректер қатарында. Тағы бір танымал әні Амариба, оны Тура есімді орындаушымен бірге орындаған. Бұл ән де Яндекс Музыкада ең танымал тректер қатарында. Айдос Нұрмұхамедовтың шығармашылығы тыңдармандар арасында үлкен сұранысқа ие болып, оның әндері кеңінен танымалдыққа жетті. Әкеміт шығармашылығы қазақстандық тыңдармандар арасында кеңінен танымал. Оның әндері жастар арасында үлкен сұранысқа ие болып, әлеуметтік желілерде жиі талқыланады. Әсіресе Хаттарым және Ұмыттың ба сияқты әндері тыңдармандардың жүрегінен орын тапты. Көптеген пікірлерде оның әндерінің әуені мен мәтіндерінің тереңдігі жоғары бағаланады.
Сонымен қатар, оның BMO және Turo сияқты орындаушылармен бірлескен жұмыстары да оң пікірлерге ие. Жалпы, халықтың көзқарасы бойынша Әкемміч қазіргі қазақ музыкасының жарқын өкілдерінің бірі ретінде қабылданады. Қазіргі уақытта, ақпаратқа сәйкес, Әкемміч қатысты қоғам тарапынан айтарлықтай наразылық байқалмайды. Оның шығармашылығы тыңдармандар арасында кеңінен танымал болып, оң пікірлерге ие. Әлеуметтік желілер мен музыкалық платформаларда оның әндері жиі тыңдалып, жоғары бағаланады. Әкемміч Айдос Нұрмұхамедовтың шығармашылығы қазақстандық тыңдармандар арасында жоғары бағаланады. Оның әндері жастар арасында кеңінен танымал болып, әлеуметтік желілерде жиі бөлісіліп, талқыланады. Мысалы, Фактик платформасында оның «Ұмыттың ба» әні ерекше назарға ие болып, қолданушылар арасында кеңінен таралды. Сонымен қатар Әкемміч пен BMO-ның бірлескен «Хаттарым» әні YouTube платформасында көп қаралым жинап, тыңдармандардың оң пікірлеріне ие болды. Оның концерттері де үлкен қызығушылық тудырады. Мысалы, 2024 жылдың 27 қыркүйегінде Астанада өткен концертінде «Шағала», «Хаттарым», «Жаралама», «Қарагөзім» және басқа да хит әндері орындалып, көрермендердің ыстық ықыласына бөленді. Жалпы, халықтың көзқарасы бойынша Әкемміч қазіргі қазақ музыкасының жарқын өкілдерінің бірі ретінде қабылданады. Әсек пен серіктестігі. Әсек есімді орындаушымен бірге жұмыс істеп, бірлескен жобалар жасаған. Олардың подкастында шығармашылық жолдары мен әндерінің шығу тарихы туралы әңгімелескен. Turo пен серіктестігі, «Ұмыттың ба» әнін Turo есімді орындаушымен бірге орындап, бұл туынды тыңдармандар арасында танымал болды. Әкемміч лақап атымен танымал Айдос Нұрмұхамедов қазіргі қазақ музыкасының жарқын өкілдерінің бірі. Оның шығармашылығы тыңдармандар арасында кеңінен танымал болып, ерекше ықыласқа ие. Әндерінің әуені мен мәтіндері терең сезімдерге толы. Бұл оны тыңдаушылардың жүрегіне жақын етеді. Шығармашылық серіктестіктері. BMO. Әкемміч пен BMO бірлесіп бірнеше танымал әндерді орындады. Олардың ішінде «Хаттарым» ерекше орын алады. Бұл әннің ресми лирикалық бейнебаяны YouTube платформасында жарияланып, көпшіліктің ықыласына бөленді. Сонымен қатар, «Қайтадан бастама» әні де тыңдармандар арасында кеңінен танымал. Turo, «Ұмыттың ба» әні Turo есімді орындаушымен бірге орындалған. Бұл туындының ресми лирикалық бейнебаяны да YouTube-та қолжетімді. Танымал әндері. «Шағала» бұл әнде тыңдармандар арасында кеңінен танымал. Оны түрлі музыкалық платформалардан тыңдауға болады. Концерттік қызметі. Әкемміч пен BMO 2024 жылдың 27 қыркүйегінде Астанада концерт өткізді. Бұл шарада олар «Шағала», «Хаттарым», «Жаралама», «Қарагөзім» және басқа да хит әндерін орындап, көрермендердің ыстық ықыласына бөленді. Қорытынды. Әкемміч қазіргі қазақ музыкасының дамуына елеулі үлес қосып, тыңдармандардың сүйікті орындаушысына айналды. Оның әндері мен шығармашылық серіктестіктері қазақ музыкасының байлығын арттырып, жаңа деңгейге көтеруде. Алдағы уақытта да оның шығармашылығы тыңдармандарды қуанта береді деп сенеміз.